Қайырымдылық шарасы бүгін шаһардағы нөмір 12 мектепте жалғасын тапты. Мақсат ортақ, күнкөрісі төмен отбасылардағы бүлдіршіндердің мектепке керегін алуға көмек көрсету. Осы жобаға үлестерін қосқан банк қызметкерлері балдырғандарды базарлықтармен қуанышқа бөледі. Бізге 20 баланың тізімін берді. Соған мектепке дайындық, мектепке керек құрал жабдықтарды және портфельдерін 20 балаға біз ұйымдастырып отырмыз. Бүгінде аталған акция барысында бүлдіршіндердің көздері шаттыққа толды, ал ата-аналар балаларының жаңа оқу жылын кедергісіз бастауына атсалысқандарға алғыстарын білдірді. Халықтың осындай жағы көп балалы, жетім жесірлерге қол ұшын бергендеріне рахмет. Осындай акция бола берсін. Заманымыз тыныш, деніміз сау болсын. Осылар үшін өмір сүріп жатырмыз. Біздің осындай сіздердің де біздің де ата-ананың да несін ақтай білсін осы балдар. Шара соңында мамандар оқушылармен естелік суреттерге түсті. Ал балалар алған сыйлықтарынан үйлеріне қуанышты көңіл күймен тарқасып жатты. Айша Жақсыберген, Ермек Кеншімбек, 7/7 News.